Полиция ең бірінші кезекте жазалаушы емес, халыққа қызмет көрсететін, қылмыстың алдын алатын орган болуы керек. Бұл мемлекеттің ұстанымы, мемлекет басшысы ұдайы айтып келе жатыр. Бірақ біз іс жүзінде не көріп жатырмыз? Бес саусақтың бірдей емес екендігін. Мен екі мысал келтіргім келеді, екеуі де сұмдық жағдай жағасы тұтатын. Алматы облысы мен Алматы қаласының полиция басқармасының, керек десеңіздер, әкімдерінің назарына. Мынау бірінші жағдай. Кеше полиция қызметкерлері зейнет жасындағы әженің көшеде капуста сатып тұрған үшін, ашытылған капуста сатып тұрған үшін 25 мың теңге айыппұл салыпты. Өзі 75 мың теңге пенсия алады. Оның 25 мың айыппұлға төлесе, 50 мың теңгеге әрі қарай кім, қалай өмір сүреді? Дәл осы шешімді қабылдаған полиция, сіз неге сүйендіңіз? Ана әжейді сіз өзіңіз асырайсыз ба? Сіздің отбасыңызға аптасына 50 мың теңге отбасыңыз өмір сүре алмайды 50 мың теңгеге. Бұл қаншалықты әділетті шешім? Заңның рухы деген қайда? Әділетті қоғам, әділетті мемлекет деген принциптеріміз қайда қалады сонда? Неге дәл осындай бір жақсы қоғам, жарқын өмір сүректеп бәрі талпынып, тырысып, заң қабылдап жатқан кезде қоғамның жиіркенішін тудырудың осындай қажеті қандай? Бұл бірінші жағдай. Екіншісі, Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданына Монғолиядан көп балалы отбасыға көшіп келген. Үйін сатқан, жұмысынан шыққан, 4 баласымен Есік қаласына Көктөбеге көшіп келеді. Көктөбеге көшіп келіп, сол ауылда жездесінің үйіне тіркеуге тұрады. Бірақ енді көп балалы отбасы сол үйге сыймайды ғой. Түсінікті, логикаға салайық. Сыймайды, басқа жаққа барып тұрады. Жалдамалы үйде. Отбасын асырайды, жұмыс істейді. Енді сол тіркеуде тұрған үйге полиция келеді, миграциялық полиция келіп тексереді. Не істейді дейсіздер ғой? Ана адамдар сол үйде болмағандықтан, үйде отырмағандықтан. Олар 24 сағат отыру керек. Я заң бойынша солай. Отырмағандықтан үйдің иесін алып кетеді. 4 сағат тергейді. 4 сағат тергеп, хаттаманы толтырып, сосын сотқа береді. Сотқа үйдің иесіне айыппұл салады. Соттың шешімі бойынша жаңағы көп балалы әке, Монғолиядан көшіп келген отбасын, қыстың қырауында көшіп келген отбасы елден кетуі керек. Депортацияланып жатыр. 5 күннің ішінде Қазақстанды таста кет деп отыр. Ақпанда. Мына қыстың қырауында ол қайда барады көп балалы отбасы? Бұл әділетті шешім ба ағайын? Әділетті ма бұл? Қазір енді сол отбасы көз жасы көл болып, не істерін білмей, қалай кетеміз? Ал қалай кетуін кеттік, ал қалай жетеміз деп бастар қатып отыр. Не бір адвокат таба алмай отыр. Не көктейін ақшалары жоқ қазір. Уда шу, 4 баласы ұлардай шулап жылап жатыр. Осы ма біздің келген еліміз деп? Азарсыз қалдырмауларыңызды сұраймын.